1, 2, 3. Тыныштық, дала үнсіз. Бірақ бұл үнсіздік жай тыныштық емес. Бұл жылаған аналардың, жоғалған ұрпақтың, жоғалған сананың үнсіздігі. Қасиетті даланың төсінде талай тағдырдың ізі қалған. Бұл ұрпақ жадында жаңғырып, жүрекке мұң ұялатқан аналардың зарысын келмеген. Жел сыбдыры да мұнда жай соқпайды. Әр үнінде өткеннің өкініші, ананың аңсауы бар. Қатыгез заман адамды өз тегінен бездірген, жадын өшірген, жүрегін тасқа айналдырған заман. Ана, бұл сөздің өзі мейірімнің, шексіз махаббаттың, сарқылмас сағыныштың белгісі. Бірақ сол ананың жүрегіне ең ауыр қайғы өз перзентін танымай қалу, өз баласының жат болып кетуі. Бір ана бар, ол үмітін үзбеген, ол перзентін іздеуден шаршамаған, ол жүрегі қан жоласа да сенімін жоғалтпаған ана. Бірақ ең қорқынышты сәт жат қол емес, жат жау емес. Өз балаңның өзіңді танымай, өз қолымен қарсы тұру. Бұл жай ғана оқиға емес. Бұл жүректі тіліп өтетін шындық. Бұл ұмытылған жаттың, жоғалған адамдықтың қасіреті. Көріңіздер, жүрекпен сезініңіздер. Өйткені бұл ана мен тағдырдың, жат пен жауыздықтың айқасы. Басына тері кепес кигізіңді. Өзінің ұлтын, жерін, тілін ұмытқан мәңгүртке айналсын. Басым! Ай! Басым ай! Басым! Құлыным, жылама, қайдасың? Тірісің бе, әлде өлісің бе? Әлде жуан-жуандардың қолына түсіп, қорландың ба? Жоқ, мүмкін емес, мүмкін емес. Жуан-жуандардың қолына түсіп, басыңа көң қаптап, темір қысқышпен шығыр салып, бұрағанда, айдала сенің аш айқайынан жаңғырып. Кезергендеріне аспаннан бір тамшы су табылмағанда, сен сонда күллі әлемге тіршілік беруші күнді қараған жоқ екенсің. Адам айтқысыз азаптан, ақыл-ессіз тұңғиыққа мәңгі батып бара жатқанда, зорлықтан алжасып, ақыл-ойынды қараңғылық басқанда, өзіңнің, әкеңнің атын жадынан мүлде шығып бара жатқанда, сен сонда, сені дүниеге әкелгенім үшін, сені туғаным үшін, мына бейбағананды қаһарлана қарғамадым бекен. Құлыным, жоғалам, қайдасың?
Kaydasın kulunum. Kim var? Amansızlar mı? Kutlu konak bolup geldik. Törletinizde. Жайгасыздар. Asılına rahmet. Atsan alıp oturmuşlar. Men қазір келемін. Осы жылы сапарымыз сәтті болды. Сарыөзектен ешке деріксіз өттік. Иә, жуан-жуандар құдықтан су алуға тыйым салған жоқ дейді ғой. Сен әлгі түйе бағып жүрген баланы көріп пе едің? Өй, ол байқұс бізбен сөйлеспеді де ғой. Түріне қарасам сап-сау, ақыл-есі жоқ деп ойламайсың. Өзі әлі жап-жас, мұрты енді тебіріндеп тұр ғой. Иә, ал оның кімге сәлем айтасың дегендегі жауабын естідің бе? Иә, айға қарап тұр, ай маған қарайды дейді ғой. Обалай, жап-жас болау, мәңгүрт болғаны ғой сонда. Обал. Ау бәйбіше, асуыңа рахмет, біз енді жүрейік. Астан алмадыңыздар ма? Рахмет, жолымыз әлі алыс. Аман есен жетіп алыңыздар. Жолдарыңыз болсын. Рахмет, бәйбіше. Бұл сенсің. Менің ол жыламан. Мен сені қайтсем де табамын құлыным. Талан еткен қараңғы, тым көрінбей кетті ғой. Ай, сен бүгін кешіп барғансың. Ай, қожайын аман болсыншы. Ай, сен кетпеші. Құлыным, жоламан. Қайдасың? Құлыным, сен бісің. Мен ғой сенің анаң. Таныдың ба? Отыршы кәне, отыршы. Мен сенің анамын. Таныдың ба мені? Сенің аты Мәңгүрт деп сені қазір атайды. Ал бұрынғы атын есінде ме? Есіңе түсірші атынды. Әкенің атын. Елің қайда? Руың кім? Тым құрыса, туған жерімнің қайда екенін білесің бе? Құдай, қандай күйге душар қылған сені. Ау жерді, суды тартып алса мейлі. Тіпті байлығымды да тартып алса мейлі. Ақыл ойын тартып алуды қандай қара жүрек ойлап тапты екен. Құлыным, сенің атын Жоламан. Естеймісің мені? Жоламансың. Әкенің аты Дөненбай. Мен сенің анаммын. Руын Найман. Ұқтың ба? Найман. Сен білесің бе? Осы сен келем дегенше не болды? Айтпаймын. Күндіз беді, түн беді? Айтпаймын. Кіммен сөйлескің келеді? Ай мен. Әне, айда біреу отыр. Ол мені естімейді. Тағы не қалайсың? Қожайынның басындағыдай тұрмын болса деймін. Құлым, келші басында көрісейін. Жоқ, оған тиісуге болмайды. Жарайды, тиіспеймін. Ана жақта кімдер келе жатыр? Олар маған тамақ әкеле жатыр. Сен ештеңе айтпа. Мен кешікпей келемін. Құлыным. Саған азық әкел. Жоламан. Амансың ба құлыным? Ойланшы құлыным. Сенің атын Мәңгүрт емес. Ойбай, сенің атын Жоламан. Наймандардың ұлы көшінде келе жатып дүниеге келгенсің. Әкенің аты Дөненбай. Сенің атыңды Жоламан деп қойғанбыз. Жолда тоқта 3 күн тойлағанбыз. Отыршы құлыным. Сенің әкенің аты Дөненбай. Мен сені тамақтандырайын. Әлди әппағым, қойдың жүнін
balam, keteyik mına karı satkan juan-juanların жерінен. Ketçi menмен бірге туған жеріңе барай. Жоқ, болмайды. Малдарды тастап кетуге болмайды. Қожайынды тастап кетуге болмайды. Ойланшы құлыным, мен сені анамын ғой. Мен сені қалай тастап кетемін? Анау келген кім? Білмеймін. Ол маған сенің анаңмы деп айтты. Ана? Қандай ана? Ол сенің басындағы терік кепесіңді шешіп алуға келген адам. Ей, сен, қорқпа. Мынаны ұста. Мынаны көздей. Ойбай, мынау да бір белгі болды. Келес келген, ат түсті. Жоламан, құлыным қайдасың? Мен сені алмай қайтпаймын. Құлыным, мен сенің анамын ғой. Таста анауымды. Атпа. Құлыным, мен сенің анамын.